арман, Бұл сөз бес әріптен тұрса да мағынасы терең. Армандамайтын адам жоқ, мақсат қоймайтын адам жоқ. Барлық балалардың арманы бар. Балалардың арманы шексіз. Оны тізбектеп айтатын болсақ, жетерлік. Пәрменсіз адам болса да, армансыз адам болмайды дегендей, барлық адамның арманы бар. Менің арманым оқуымды жақсы оқып бітіріп, армандаған мамандығыма түскім келеді. Армандаған мамандығым актриса болу. Және өмір сүріп жатқаныма шүкіршілік ету. Не туралы армандайды? Жер бетінде армандамайтын пенде жоқ шығар сірә. Адамның армандауы сол арманыма жетсем екен деген ой. Балалардың армандауы екі түрлі деп ойлаймын өз басым. Бірі тек армандап, шіркін бізге ол қайдан деп ойлап қояды. Екінші, бірі арманына жету үшін мақсат қойып, сол мақсаттың орындалуына әрекет жасап көреді. Менің қазіргі алға қойған мақсатым халыққа көмектесетін дәрігер маман иесі болу. Ол үшін адамда өзінің бойында осы дәрігерлік мамандыққа деген сүйіспеншілігі мен өзіне деген сенімі болу қажет. Адамды жетістіктерге жетелейтін бұл арман. Барлық балалардың басын біріктіретін бір арман, ол ата-аналарын қуанту. Мен 9-шы сынып оқушысымын. Мен осы мектебімді жақсы аяқтап, үлкен болып өсіп, ата-анамның үмітін ақтағым келеді. Балалар нені армандайды? Арман деген сөзді ғажапқа теңесек те көп емес. Балалардың бәрі армандайды. Армандап мақсатқа жеткісі келеді. Армандап қиялға шолып кетеді. Олардың бірі атақты болғысы келсе, бірі адамдарға көмектескісі келеді. Ал бірі отбасының амандығын, елдің бейбітшілігін тілейді. Менің арманым отбасымның бақыты, ата-анамның, бауырларымның амандығы. Менің қазіргі арманым қалаған оқуыма түсіп, грантқа түсіп, ата-анамның үмітін ақтағым келеді. Менің болашақтағы арманым журналист болу. Халыққа қоғамда көтеріліп жатқан мәселелерді теледидар, ғаламтор, газет-журнал арқылы жеткізгім келеді. Арман ол сенің болашаққа деген көзқарасың. Біз алдымызға арман қойғаннан кейін оны орындауға мақсат қоямыз. Арманның үлкен кішісі болмайды, ең бастысы ол арманды орындауға талпыну керек. Менің арманым ол отбасының жанында ойнап күліп жүруі, және болашақта жақсы мамандық иесі болғым келеді. Бұл менің үлкен армандарымның бірі. Менің арманым мектепті жақсы аяқтап, полиция қызметінің оқуын оқып, және де ата-анамның үмітін ақтап, інілеріме үлгі болсам екен. Басқа адамдар сияқты мен армандарым өте көп. Соның ішінде ең жүрегіме жақыны болсам керек. Адамның құқықтары мен бостандығын қорғап, халықта тыныштық, үміт бергім келеді. Әрине, бұл отбасының мағынасы өте зор. Оларға қолғасын болып, күш бергім келеді. Болашақта бұл арман маған көптеген мүмкіншіліктер ашады. Және заңгер болу деген менің ең басты мақсатым. Балалар не туралы армандайды? Барлық адамдар армандайды. Үлкен адамнан бастап балаға дейін армандайды. Бірақ нақты не нәрсені армандау керек екенін, арманы орындалу үшін қандай жоспар құрып, жүзеге асыру керектігін ойламайды. Арман деген ешқашан таусылмайтын нәрсе. Армансыз адам қанатсыз құспен тең дегендей. Менің қазіргі арманым оқуымды жақсы оқып бітіріп, армандаған мамандық иесі болу. Ең бастысы, ата-анамның, отбасымның денсаулығы мықты болғанын қалаймын. Менің арманым, армансыз адам қанатсыз құспен тең. Әр адамның тамыр жайған арманы бар. Менің де дәл солай балалық шағымның үлкен арманының бірі ол журналист болу. Мен де жоғары оқу орнында оқып, халқыма қызмет еткім келеді. Ашық болса да шындықты айтатын, шындық үшін күресетін өз ісінің маманы болғым келеді. Арман, яғни қойған мақсатыңа қарай ұмтылу. Армандамайтын адам жоқ шығар. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Яғни арман бізді биіктерге жетелеп, жетістіктерге жеткізіп, адал әрекеттерге апарады. Менің арманым өте көп, бірақ соның біреуін айта кетсем. Менің ең басты арманым анамның, бауырларымның және елімнің амандығы. Денсаулықтан артық не керек? Әр адам ең бірінші денсаулық тілейтін шығар. Денсаулық болса, барлығы